сәлеметсіздер ме? Неврология 2 минутта каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін рецептор және лиганд туралы айтатын боламын. Яғни мына суретте көріп тұрғандарыңыздай нейромедиаторлар пресинапстан шығып, яғни синаптикалық шегге түскеннен кейін постсинапстағы арнайы биологтық рецепторлармен байланысады. Осы нейромедиаторлар байланысатын рецепторлардың негізгі екі түрі бар. Олар ионотропты, метапотропты рецептор. Ионотропты рецептор дегеніміз лигандқа тәуелді рецепторлар айтамыз. Суретте көріп тұрғандарыңыздар арнайы байланыстырушы орны немесе сайты деп айтады, байланыстыру сайты болады. Сол сайтқа нейромедиатор әсерлескен кезде мынау каналша ашылып, ішіне иондар кіре бастайды. Сонда нейромедиатор рецептордың байланыстырушы каналымен әсерлескен кезде, байланысқанда, ол жерден рецептордың каналы ашылып, ішіне иондар кіре бастайды. Нейронның ішіне кірген иондар ол жердегі нейронның мембраналық потенциалын өзгеріп, әрекет потенциалын тудыруы мүмкін. Рецепторлармен әсерлесетін осындай нейромедиаторларды, нейромедиаторға ұқсас дәрілік препараттарды лигандтар деп те атайды. Сонымен қоса сонда ионотропты рецепторларды лиганд тәуелді иондық каналдар деп те атайды. Рецепторлардың екінші түрін біз метаботропты рецепторлар деп атаймыз. Бұлар G-белокпен қосарласқан рецепторлар деп те аталады. Яғни суретте көріп тұрғандарыңыздай, метаботропты рецепторға нейромедиатор әсерлескеннен кейін ол бірден иондық каналды ашпайды. Ол бірінші нейромедиатор рецепторларға әсерлеседі. Әсерлескеннен кейін ол аралық белокты, яғни G-белокты активациялайды. G-белок активтенгеннен кейін барып, сары түсті үлкен канал шаяны көріп тұрғандарыңыздай, оған қызыл түсті нүктені көріп тұрмыз. Бұл ионы болатын болса, содан кейін барып бұл сары каналша ашылып, иондар ішке кіретін болады. Сонымен қоса ол клетка ішіндегі ферменттерге әсерлеседі, активтендіреді. Оларды екіншілік мессенджерлер деп атайды. Осы екіншілік мессенджерлерді активтендіргеннен кейін ол клетка ішілік сигналды каскадты тасымалдайды. Лигандтар бұлар нейромедиаторлардан басқа олар дәрілер де болуы мүмкін, яғни рецепторларға әсер ететін арнайы дәрілер болуы мүмкін. Сонда рецепторлармен әсерлесетін дәрілер, олар рецепторға әсерлескеннен кейін әртүрлі эффект беруі мүмкін. Егер дәрілік препарат нейромедиаторлар сияқты әсер ететін болса, оларды агонист деп атайды. Ал егер олар нейромедиаторлардың әсерін бұғаттайтын болса, яғни блоктайтын болса, оларды антагонист деп атайды. Ал егер препараттар байланыстырушы орынмен әсерлескеннен кейін нейротрансмиттерге қарама-қайшы әсер көрсететін болса, оны кері агонист деп атайды.